Қайырлы күн, достар. Сәлем достар. Сәлем достар. Біз бүгін осы төртеуміз мынандай ойын ойнайын деп жатырмыз. Кто я деген. Настольная игра Викторина дейді. Енді бұл 6 жастан жоғары ойнайтын ойын, бірақ та біз осыны ойнап көрейін деп жатырмыз. Бізде Айзектің, Гүлімнің жастары 5-те, Нурикоштың жасы 7-де. Мен 5-те. Бірге көрейік. Қане, аш. Короче, басымызға қоямыз да, ана жердегі сөздерді табамыз. Сондай ойын. Мына жерде бізде мындай ойындар бар. Видеокамера. Мына сөздерді біз табуымыз керек. Трамвай. Мына жерде клубника. Осындай әртүрлі сөздер бар. Соны біз қазір ойнап бастаймыз. Қазір мынаны бірінші Нурикоштан бастаймыз, үлкеннен бастаймыз. Бірінші Нурикош табады, сосын біз жасырамыз, ема? Сендер мынандай дайындап отырыңдар. Киіп отырайық бәріміз. Киіп отырыңдар. Дұрыстап киіп ал. Әдемілеп тағып алыңдар. Айзек, сен де тағып ал. Мен қазір осы сөзді жасырамын. Біздің Гүлім мен Айзек бұл қандай сөз екенін түсіндіру керек. Сосын Нурикош бұны табады. Табу керек. Оның түсі розби. Давай, айта беріңдер. Оның түсі розби. Гүлім, айта бер. Олай. Ой, молодец, Айна тауып алды. Мен қазір мына жерден біреуін таңдаймын да. Айзек көзіңді жұмып отыр. Міне Айзек көзін жұмып отыр. Мен мына жерден мына сөзді жасырамыз. Кел, Айзек. Тағып қоям. Ал, давай, енді түсіндіріңдер. Аяққа киеді. Етік. Жоқ. Гүлім, түсіндір. Тойға баратын кезде киеді. О аты аяқ киеді. Айтпа, Гүлім, не екен? Қандай аяқ киім екен, айт. Жоқ. Тойға киетін. Тойға қандай аяқ киім деді? Мамаларға киеді. Мамаларға киеді. Розби аяқ киеді. Тағы да түсіндіріңдер. Топли. Ой, молодец, Әнеке тапты. Молодец. Енді Гүлімге жасырамыз. Гүлім, көзіңді жұм. Біз... Мен. Нурикош біреуін таңда. Гүлім, көзің жұм отыр. Қаны. Енді наны Гүлім табу керек. Давай, түсіндіріңдер. Тамаққа бұлай салатта бітті қосып макарон бересіз. Табақ ол. Қандай тамақ ол? Ол тамақ. Қандай тамақ? Тамақ. Жоқ. Күріш. Жоқ. Айта бер, тамақтың түрлерін. Тағы да түсіндіріңдер. Оның ішіне картошка қосады. Ет қосады. Сендерге садикте де береді сондай тамақ. Халаник. Жоқ. Тамақ ол, тамақ аты. Тамақтың аты. Давай, қара. Осындай тамақ, соны Гүлім табу керек. Қандай тамақ? Қандай тамақ? Айтсай? Макарон. Дұрыс. Енді Гүлім жасырады, давай. Енді қайтадан Нурикош табу керек. Гүлім? Мен жасырам. Жасыр. Жоқ, мен жасырадым. Қазір. Айзек біреуін жасырсын. Қаны. Түсіндіріңдер енді. Гүлім, давай, түсіндіріңдер, қандай не екенін тапсын. Жасы олыптыр. Агурцы? Жоқ. Іші жасыл. Әсі жасыл болыптыр. Ол сырты қоңыр. Қоңыр сырты жасыл бес. Жейтін жеміс ол. Жейтін жеміс. Жыдеміз. Жеміс сырты картошкаға ұқсайды, іші жасыл. Қияр? Жоқ.
сырты картошка сияқты қоңыр да, іші жасыл. Жеміс ол. Сәбіз. Жоқ. Ей, Сәбіз. гүлім. Сәбіз. Жоқ. Білмейсің бе? Онда басқасын жасырамыз. Гүлім, енді сен жасыр. Қарақасы. Ана. Киви. Давай, гүлім, енді сен жасыр. Тағы да. Нурикош тапсын тағы да жасыр. Қадан бастау? Мен жасырсын ба? Гүлім таңдап. Ей, гүлім істейді енді. Жаңа сен істедің ғой, жоқ? Мен сепкен. Иә, барып кел. Әне. Ал түсіндір енді, гүлім. Аша бер көзіңді. Сосын анаған оранжевыйге ұқсайды. Иә, жейтін зат де. Жейтін зат. Ананас. Жоқ. Дастарханда күнде болады ол. Сырты сарғыш. Жоқ. Жоқ. Огурцы. Жоқ. Жоқ, ол да майға қосып жейді. Май жағып, сөйтіп жейді. Аяғамыз. Иә, дұрыс. Дұрыс. Дұрыс.